Тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі еліміздегі ең актуалды мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі таңда республика аумағында 530 мыңнан астам адам үй кезегінде тұр деп есептелуде. Яғни бұл адамның барлықтарын үймен қамтамасыз ету үшін кемінде 35 жыл уақытты талап етеді. Азаматтарды толығымен тұрғын үймен қамтамасыз ету мақсатында мемлекет қолжетімді баспана бағдарламасын ұсынған болатын. Осы қолжетімді баспана бағдарламасы аясында бірнеше баспанамен қамтамасыз етуге бағытталған бағдарламалар пайда бола бастады. Оларға тоқтап кететін болсақ, Нұрлы жер 7-20-25 әскери баспана, бақытты отбасы, Алматы жастары баспана хит секілді бірнеше бағдарламаларды ұсынған болатын. Олардың барлықтарына біз жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, бақытты отбасы бағдарламасы бойынша бастапқы жарна 10% құраса, жылдық сыйақы мөлшері 2% құрайды. Пәтер алу займ мерзімі 20 жылды құрайды. Сонымен қатар осы бақытты отбасы бағдарламасын бір тиімді жағына келіп тоқтайтын болсақ, ол өтініштерді онлайн беру мүмкіндігі болып табылады. Ал осы кемшіліктерінен бақытты отбасы бағдарламасы кемшіліктеріне келіп тоқтайтын болса, бақытты отбасы бағдарламасы аясында тек қана сіз өзіңіз тұрақты әкімшілік аумақта ғана пәтермен қамтамасыз ете аласыз. Сонымен қатар осы құжаттарды жинау барысында туындайтын көптеген қиыншылықтар және де құжаттар санының көп болуы. Әскери баспана мемлекеттік орган қызметкерлері мен әскери қызметкерлерге арналған баспанамен қамтамасыз ету бағдарламасы болып табылады. Әскери баспана 2019 жылы маусым айында қолға алынған ең үлкен бағдарламаның бірі болып табылады. Осы әскери баспана артықшылықтар бар, оларға жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, әскери баспананың кемшіліктері бастапқы үйдің сомасын 50% құю арқылы ғана үйге қол жеткізуге болады. Сонымен қатар берілетін пәтердің саны шектелуі, тек қана 6500 пәтермен ғана қамтамасыз етіледі. Ал осы әскери баспананың артықшылықтарына келіп тоқтайтын болсақ, әскери баспана бұл бастапқы жарнасы 15% құрайды, сонымен қатар жылдық сыйақы мөлшері 8%, ал осы несие төлеу мерзімі 25 жылды құрайды. 27 құрылыс жасаушы компанияның жобасына 127,3 миллиард теңге қаржы бөлінген. 2017 жылдан бері елімізде аумағы 11 миллион шаршы метрді құрайтын, жалпы саны 100 мыңнан астам үйлер мен пәтерлер тұрғызылған. Құны 337,5 миллиард теңгені құрайтын, жалпы саны 35.049 несие берілген. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша үй алу көбінесе мемлекеттік қызметкерлер үшін тиімді болып табылады. Бағдарлама бойынша үй алу үшін Қазақстан Республикасының азаматы болу, отбасы банкінің салымшысы болу, соңғы 5 жыл атыңызда үй болмау, соңғы 2 жыл тұрақты тіркеуде тұру және табыс көзін растау міндетті. Азаматтар Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 5% мөлшерлемемен 20% бастапқы жарна төлеп 15 жылға дейін ипотека ала алады. 7-20-25 бағдарламасы. Қазақстан Республикасы ұлттық банкі басқармасының 2018 жылғы 31 мамырдағы қаулысының негізінде ипотекалық тұрғын үйді кредиттеуге бағытталған 7-20-25 бағдарламасы қабылданған болатын. Былтырғы жылы бағдарлама бойынша елімізде 4173 өтініштер қабылданып, құны 52,6 миллиард теңге көлеміндегі несие берілген. Бағдарлама бойынша бір бөлмелі пәтердің орташа құны 10-11 миллион теңге. Бағдарлама бойынша үй алатындар көбінесе 24-35 жас аралығындағы жас отбасылар. 7-20-25 бағдарламасы бойынша ипотека беретін банктер: Халық банк, АТФ банк, РБК банк, Форте банк, Жусан банк, Алтын банк, Еуразиялық банк, Центр кредит банк және Сбербанк. 7-20-25 бағдарламасы бойынша үй алу үшін Қазақстан Республикасының азаматы болу, ипотекалық қарыздардың болмауы, несиелік берешектердің болмауы және азаматтар 7-20-25 бағдарламасы бойынша 7% мөлшерлемемен 20% бастапқы жарна төлеп 25 жылға дейін 25 миллион теңгенің үйін ала алады. Бағдарламаның сонымен қатар кемшіл тұстары да баршылық. Мысалы, екінші реттік үйден алу мүмкіндігінің жоқтығы, мақсатты аудиториясының нақты анықталмауы және өзін-өзі жұмыспен қамтамасыз етіп отырған қазақстандықтардың табыс көзін растауының мүмкін болмауы. Шаңырақ бағдарламасы 2020 жылы ұйымдастырылды. Сонымен қатар Нұрлы жер программаның пилотный проектісі болып табылады. Ол 2020-2022 жылдарға арналған. Осы уақыт аралығында әкімдіктердің кезегінде тұрған 18 мың адам
5-10-20 схемасы бойынша пәтер сатып алуы керек. Жеңілдетілген ипотекалық несие алуға үміткерлерге қойылған талаптар. Біріншісі, Қазақстан Республикасының азаматы болу. Екіншісі, соңғы 6 айда еңбек және кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістердің болуы. Үшіншісі, жергілікті атқарушы органның тіркеуде растауы. Төртіншісі, төлем қабілеттілігін растау. Бесіншісі, соңғы 5 жылда үй кезегінде тұрған тұрғын үй болмау. Бүгінгі таңда программаның қарыз алушылардың орташа статистикалық жасы 35-40 аралығында құрайды. Сонымен қоса, талдау бойынша отбасылардың негізгі орташа айлығы 150-300 мың теңгені құрайды. Ал деректерге сүйенсек, көбіне 5-10-20 ипотекасын әйелдерге береді екен. Қазақстанда шаңырақ бағдарламасы бойынша сатып алынған пәтердің орташа құны 14 миллион теңгені құрайды. Бас қаланы есептемегенде, басқа аймақтар үшін орташа баға 11,5 миллион теңгені құрайды. Артықшылықтар туралы айтсақ, онда жаңа тұрғын үйлер ғана сатып алынады, номиналдық сыйақы жылдық 5% құрайды, несие мерзімі 20 жыл, бастапқы несие сомасы 10% құрайды. Баспана хит бағдарламасы 2018 жылы ұзақ мерзімді несиелендіруді және ынталандыру мақсатында шығарылған болған. Соның арқасында 40 мыңнан астам қазақстандық өз үйін тапты. Сонымен қоса 2019 жылы өзгерістер болған екен. Бағдарламаның талаптары: біріншісі, Қазақстан Республикасының азаматы болуы. Екіншісі, өтініш беру кезінде төленбеген басқа ипотекалық несиелер болмау. Үшіншісі, тұрақты табыстың болуы, сонымен қатар ресми түрде расталуы. Баспана хит тұрғын үй бағдарламасына қатысушы банктер қазан айының соңында 108,4 миллиард теңгенің 13.732 ипотекалық несиесін берді. Қатысқан банктер: Сбербанк, Банк Центркредит, Халық банк, АТФ банк, First Heartland Жусан банк, Банк РБК, Форд банк, Евразийский банк. Несиелердің көп бөлігі Нұр-Сұлтан қаласында берілген болған. Сонымен қоса, Шығыс Қазақстан облысында, Қарағанды облысында және Алматы қаласында көп бөлігі түскен. Алматы жастары жеңілдетілген несие беру бағдарламасы 2017 жылдан бастап іске қосылды. Алматы жастары жеңілдетілген несие беру бағдарламасы бойынша Алматыда 35 жасқа дейінгі азаматтарға өз пәтерлерін сатып алу үшін жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік берілді. Бағдарламаның шарттары: қарыздың ең жоғарғы сомасы 18 миллион теңгеге дейін, пайыздық мөлшерлеме 5%, бастапқы жарна 10%, бастапқы және қайталама тұрғын үй сатып алу мүмкіндігі, ең ұзақ мерзім 25 жылға дейін. Бағдарлама үшін 2017 жылы жергілікті бюджеттен 1 миллиард теңге бөлінген еді. Бағдарлама аясында 2017 жылы 6657 өтініш түсіп, 108 отбасы тұрғын үй сатып алуға несие рәсімдеді. 2018 жылы Алматы жастары тұрғын үй бағдарламасы үшін жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге бөлінді. Алматы жастар бағдарламасының басты ерекшеліктерінің бірі пайыздық мөлшерлемесінің төмендігінде, яғни жобаға қатысушы 10 миллион теңгеге дейінгі соманы жылдық мөлшерлемесі 5% болатын жеңілдетілген несие түрінде ала алады. Несиелендіру мерзімі 3 жыл мен 25 жыл аралығында. 2020 жылы Алматы жастары қалалық бағдарламасы және Бақытты отбасы республикалық бағдарламасы аясында 3,5 мың пәтер бөлу жоспарланды. Бірінші жарты жылдықта 343 отбасы осы екі бағдарлама бойынша баспанамен қамтамасыз етілді. Оның ішінде Алматы жастары бағдарламасы аясында 188 пәтер, Бақытты отбасы бағдарламасы аясында 155 пәтер берілді. 188 пәтердің 82-сі білім беру саласының қызметкерлеріне, 12-сі мәдениет саласында, 20-шы жоғары оқу орны қызметкерлеріне, 11-і бұқаралық ақпарат қызметкерлеріне берілді. Алматы қаласы әкімінің баспасөз қызметі хабарлағанда 2021 жылы наурыздағы есептеу бойынша Алматы жастар бағдарламасы бойынша өтініштер саны 9741-ді құраған болатын. Қаласы тұрғын үймен қамтамасыз ету басқармасының қызметкерінен біз кішкене сұхбат алған болатын тұғымыз. Соған тоқталып кететін болсақ. Басқармасы саласында 2005 жылдан бері қызмет атқарамын. 15 жылдан бері азаматтарды тұрғын үймен қамту барысы, сол тұрғын үймен қамту барысында қабылданып жатқан мемлекеттік бағдарламалар, соларды жүзеге асыру, сол жұмыстармен айналысамыз. Жалпы қазіргі таңда 44 мыңнан аса азамат кезекте тұр. Тұрғын үймен
қамту үшін міндетті түрде тұрғын үй алу кезегінде тіркелу керек. Одан бөлек жаңағы бірнеше мемлекеттік бағдарламалар бар, оның ішінде жаңағы нұрлы жер деген бағдарлама бар. Оның өзі бірнеше бағытқа бөлінеді. Ішінде сатып алу құқығынсыз жалдамалы пәтерлер деген бар. Ол жерде жаңағы 29 жасқа толмаған жастарды, жұмыс істеп жүрген жастарды қамту мәселесі қарастырылған. Арендалық жалдамалы кезекте тіркелген халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобы, көпбалалы отбасылар деген кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамту мәселелері қарастырылған. Одан бөлек жаңағы несиелік негізде 5-10-20, 2-10-20, 7-20-25, 5-20-25 деген ипотекалық бағдарламалар қарастырылған. Бұл цифрлар, мысалы 2-10-20 деген 2 жыл 2% годовых дейді, жылына 2% сыйақысы бар, 10% первоначальный взнос, алғашқы жарнасы бар, 20 жылға дейінгі берілетін бақытты отбасы деген бағдарлама. Оған қатысатын азаматтар міндетті түрде тұрғын үй алу кезегінде тіркелу керек және 3 санаттың біріне енуі керек. Толық емес отбасы, көпбалалы отбасы немесе мүгедек бала тәрбиелеуші отбасы болып тіркелсе кезекте, жаңағы бақытты отбасы деген ең төменгі пайызбен 2%-бен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы тұрғын үймен қамтыла алады. Одан кейін шаңырақ бағдарламасы бойынша тоже кезекте тіркелген азамат болу керек. Ол жерде кез келген санатпен, кез келген категориямен тіркелген азамат қатыса алады. Ол жерде төлем қабілеттілігін растау керек және белгіленген шекті нормалар бар. Жаңағы төлем қабілеттілігі бойынша тоже тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы өткізілетін бағдарлама. Сол нормаларға сәйкес келетін болса, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің қазіргі таңда отбасы банк деп аталады. Сол отбасы банктың нормаларына сәйкес болатын болса, ішкі құжаттарына сәйкес болатын болса, онда шаңырақ бағдарламасына қатыса алады. Одан кейін 5-20-25 деген бағдарлама бар. Бұл да тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы, яғни отбасы банкі арқылы 5% жылдық сыйақысымен, 20% алғашқы жарнасымен 25 жылға дейінгі беруге болатын бағдарламалар. Одан кейін 7-20-25 деген бағдарлама бар. Бұл жерде 7% жылдық сыйақысы, 20% алғашқы жарна, 25 жылға дейін берілетін бағдарлама. 7-20-25 бағдарламасымен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі айналыспайды отбасы банк. Яғни одан бөлек Қазақстан Республикасындағы 7 банк айналысады. Оның ішінде жаңағы банк Центр кредит бар, банк РБК бар, Жусан банк бар, Қазақ банк бар, АТФ банк бар, Форте банк бар. Сол сияқты 7 банк 7-20-25 бағдарламасын алып жүреді. Менің есімім Әйгерім, мен медицина саласында қызмет істеймін. Мен тұрғын үй жинақ банкіне барып, Нұрлы жер атты бағдарламасымен өзім естіп, біліп барып үй алдым. Ипотекалық бағдарламамен үйді алдым, 20%-ін құйып, сол суманың 20%-ін құйып алдым. Үйдің жағдайы орташа қанағаттандырарлық. 16 жылға алдым, қазіргі таңда 79.490 теңгеден төлеймін. Аталған мемлекеттік бағдарламалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін сараптай келе және жүргізілген сауалнаманың қорытындысы негізінде біз абсолютті түрде жаңа бағдарлама ойлап шығардық. Дабл үй. Сіз шалыс естімедіңіз. Бұл бағдарламаның басқа мемлекеттік бағдарламалардан артықшылығы неде деп ойлап отырған боларсыздар. Мағынасы қос үй дегенді білдіретін атаулы бағдарламаның басты мақсаты халықты тұрғын үймен тең әрі тиімді дәрежеде қамтамасыз ету болып табылады. Бағдарлама бойынша кез келген әлеуметтік санаттағы тұлғалар үй ала алады және сәйкесінше өздерінің табыс көлеміне қарай төлем жасайтын болады. Бұл бағдарламаның ең алғашқы артықшылығы. Екіншіден, бағдарлама бойынша азаматтар бір рет емес қатарынан 2 рет үй алуға құқылы. Бағдарлама бойынша 1 және 4% аралығындағы пайыздық мөлшерлемемен 15% бастапқы жарна төлеп 15 жылға дейін ипотека алуға мүмкіндік бар.
Сонымен қатар жыл сайын мемлекеттен 10% сыйақы тағайындалып отырады. Байқап отырғандарыңыздай, бағдарламаның артықшылықтары өте көп, ал оны тиімді түрде жүзеге асыру үшін қандай шаралар атқарылуы қажет? Оны бірге талқылайық. Ең алдымен ұлттық құрылыс компаниясын құру қажет. Яғни, енді мемлекеттік тапсырыс бойынша салынатын үйлерді тендерді жеңіп алған жеке меншік компаниялар емес, арнайы құрылған мемлекеттік компаниялар салуы қажет. Екіншіден, үй бағасына бақылау жасайтын арнайы орган құру. Себебі, еліміздегі тұрғын үй туралы заңға сәйкес, әрбір қазақстандық өзінің меншігіндегі тұрғын үйді қаншалықты бағаласа да өз еркі. Ал бұл өте тиімсіз, және осының салдарынан алып сатарлықта белең алуы мүмкін. Егер арнайы орган құрылатын болса, онда нарықтағы тұрғын үйдің бағасы тұрақталатын еді. Үшіншіден, бір адамның басында 3 үйден артық болуға және пәтерді келісім шартсыз жалға беруге тыйым салу. Себебі елімізде 790 мыңнан астам адамның бір басында бір үйден емес, 5-тен 30-ға дейінгі аралықтағы жалпы саны 2.400.000 үй бар екен. Ал бұл көрсеткіш біздің еліміздегі үй кезегінде тұрған 540 мыңнан астам адамның санына қарағанда өте үлкен цифрлар болып табылады. Сондықтан, бұндай санаттағы адамдар тиісінше үйлерін жалға беріп табыс табады және мемлекетке салық төлемейді. Сәйкесінше көлеңкелі экономика қалыптасады. Сол себепті заң бойынша осыған қатаң түрде тыйым салынатын болса және салық жиналатын болса, одан түскен ақшаға мемлекеттік бағдарламалар бойынша үй салуға болады.